Бүгінгі видеода сіздермен өте дәмді фрикадельке сорпасын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен қазанымызға сұйық майымызды құйып, ұсақтап туралған пиязымызды салып, жақсылап қуырамыз. Қуырылып бастағаннан кейін бір қызанағымызды ұсақтап турап, оны да жақсылап араластырып қуырамыз. Бір картобымызды да дәл солай кубиктап турап қазанымызға саламыз. Одан кейін бір ас қасық томат пастасын салып, жақсылап араластырамыз. Қазанымызға қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, татымына қарай тұзын салып, баяу отта бетін жауып пісіреміз. Картобымыз піскенше фрикаделькемізді дайындаймыз. Тартылған етіміздің үстіне осылай ұсақтап туралған пиязымызды саламыз. Одан кейін татымына қарай тұз бен бұрышын салып, жақсылап араластырамыз. Етіміздің артық ауасы шығу үшін дәл осы видеодағыдай етімізді ұрғылаймыз. Енді осы етімізге форма келтіретін боламыз. Дәл осы видеодағыдай дөңгелетіп шығамыз. Формасын тым үлкен де емес, қатты кішкентай да емес, осылай орташа көлемде қыламыз. Дайын болған салмамызды қайнап тұрған суымызға осылай біртіндеп салып шығамыз. Оттың астын орташа қылып, ақырындап араластырамыз. Етіміз толық піскенше қазанымыздың астын баяу қойып, бетін жауып қоямыз. Етіміз толық піскеннен кейін қалауыңызша осындай вермишель салсаңыздар болады. Тым көп салып жібермеңіздер, кішкене салсаңыздар жеткілікті. Вермишеліміз піскеннен кейін ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай, әрі тез уақытта дайын болады. Егер де видео рецепт ұнаса, видеома лайк басып, астына комментарийға өз пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Сіздермен болған Аякөз, астарыңыз дәмді болсын.